Ағаларымыз насылдым. Талғар оқиғасындағы мәселені қозғағым келмеп едім. Бірақ қалай айтсам екен, мына жерде бір түсінбеушілік болып тұрды көбінде. Бәрі қайғыра, мен де көңіл айтам, қыршын кеткен отбасыға қайғыра. Енді өте сұмдық оқиға, атамдатсам атамдат, ботамдатпа дейді. Бірақ бұл жерде мынандай бір нәрсе бар да. Расстановщик, психотерапевт, психологтар, регресс, радологтар бұл жерде бес саусақты біледі. Бірақ мен де соған қазақшылыққа арқам бар адам ретінде оған кіріскім келмейді. Бірақ мына жақта бір түсінбеушілік болып тұрды. Мен енді әділеттілікке, аққа құдай жақ деген сол заңдылықты ұстап қалған адам болғаннан кейін мен енді үндемей отыра алмаймын. Бұл жерде, бұл отбасында, әулетінде бір қылмыстар, бір кінәраттар, кесапаттар. Қазір маған жаман комментарий не білесің. Білгеннен кейін айтып отырмын. Бұлар өз жазаларын алып отыр. Қай күнде де эфирде де айтып отырмын, қай күнде де бір ер азаматпен сөйлескенде сөйтіп айтты. Сонда Салтан бәріміз бүкіл 8 миллион қазақ жазамызды алып. Өйткені біз өз тәңірімізді сатып кеткен, өз ана тілімізді сатып кеткен, өз шежіремізді сатып кеткен, мұсылман болып кеткен бәлелерімізді жазамызды алып отырмыз. Біреуді баласымен алып отыр, біреуді үйімен алып отыр, біреуді дүниесімен жылатып отыр, біреуді бала жоқ, бала тумайды қатындары, біреуді еркек жоқ, жесір, жетім. Мемлекетімізде өмір сүреміз, бірақ билігімізді билей алмаймыз, билік қолында емес. Еш нәрсе істей алмаймыз, құл, құтан болып отырмыз өз мемлекетімізде. Енді президент жөнінде айтып жатыр, қандай халқына патшасы сай. Сондықтан егер халқы өзі кінәлі болса, патшасы сондай зұлым, неше түрлі қаһарына мінеді. Сондықтан ол отбасыға, мен білем өлімнің, өмірдің не екенін, өте қиын. Бірақ Құдай деп ауыздарыңызда жүр ғой, естіп отырмын. Өтініш, Құдайдың заңдылығын сақтайтын болсаңыз, қазақ ұлтынан болсаңыз, тоқтаңыз, тоқтам жасаңыз, бекем болыңыз, ары қарай қуаламаңыз. Сіз қазір сотты, бітті, бірдеме емес, ары қарай қуаламаңыз. Өміріңізді жөнді сөзіңіз келсе, жіберіңіз, бәрі Құдайдың заңдылығына деп есептеңіз. Қазіргі болып жатқан мемлекеттің бәрі сол Құдайдың заңдылығы. Бірақ шешім қазақшылыққа қайтуымыз керек.